пәнінің 73-ші сабағына қош келдіңіздер. Заттың қимылын білдіретін сөздер туралы өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Менің тамағым сәл ауырып қалды, түсіністікпен қараңыздар. Мәтінді түсініп оқиық, табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды, қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Дүниетану анықтамалығынан табиғатта қандай өзгерістер болады екен, балалар? Түрлі өзгерістер болып отырады. Мысалы, климаттық жағдайда түн мен күн алмасады, қар, бұршақ жауады, күн күркірейді. Ал табиғат құбылысына нелер жатады, білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ендеше екінші жаттығуға қарайық. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Міне мен мұнда жазып қойдым. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар жауады. Күн күркірейді, найзағай жарқылдайды, балалар. Ендеше мына қызылмен жазылған сөздерге сұрақ қойып көрейік. Күн мен түн не істейді, балалар? Алмасады, яғни заттың қимылын білдіріп тұр. Жаңбыр, қар не істейді? Жауады. Күн күркірейді, не істейді? Күркірейді. Найзағай ше? Жарқылдайды. Жарайсыңдар. Сұрақ қойып үйренеміз. Біз сұрақ қою арқылы оның іс қимылының қандай жұмыспен, қандай дүниемен келетінін білеміз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Менің каналымда жаз айында да сендерді ежелеп, яғни буынға бөліп оқитын оқушылардың жылдамдығын арттыратын арнайы техникаларды қалыптастырамын май айының аяғынан бастап, сондықтан міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Жазған сөздеріңе сұрақ қой. Ол сөздер нені білдіреді? Ал ендеше балалар, біз жазған сөздерге жаңа сұрақ қойдық. Нені білдіреді бұлар? Іс қимылды білдіреді. Ендеше мына ережені естен шығармайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшақ ұшты, машинаны жүргізді, сабаққа барды. Оқыды, кітапты оқыды. Не істеді? Кітапты оқыды. Болады, Жарайсыңдар. Ендеше үшінші жаттығуға сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырып айт. Жаңғақ тиын, жаңғақ терді. Немесе тиын, немесе жинады. Не істеді? Терді жинады. Тышқаннан қорықты. Піл мен тышқан ертегісін еске алсақ, мен сендерге үйретіп кеттім. Қорықты. Ал арыстаннан не істейді түлкі? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңдер. Балалар, біз әрқашан іс қимылды білдіретін сөздерді өздерің анықтап қарап жүріңдер. Мысалы, сен сабаққа баруың, келуің барлығын іс қимылды білдіреді, тақтаға шыққанның өзі. Ендеше келесі сабақтарда тағы да толығырақ өтетін боламыз. Сау болыңдар, келесі кездескенше.